Енді қыздар, сізде нишада сатылатын өнімде дайын болды. Енді біз қайда сатамыз, соны дайындап алайық, иә? Ең бірінші бізде тегін сату алаңы ол Instagram. Клиентке қазір өнім емес, сенім қымбат. Сол себептен Instagramды адам келгенде ұстап қалатындай, сенім алатындай етіп жасап қоюымыз керек. Ал кеттік. Ең бірінші Instagramда есте қалатын логин, яғни никнейм, сіздің лақап атыңыз, былайша айтқанда. Мысалы, қиын аттар есте қалмайды, иә? Мысалға, Ая Асқар, Данабек, Сұлу келін сияқты нәрселер қазір өтпейді. Сізде егер бизнес аккаунт болатын болса, олай отбасыңызды, бала шағаңызды араластырмағаныңыз жөн. Дұрысы, өзіңіздің толық аты жөніңізбен жазыңыз, немесе аты жөніңізбен бизнесіңізді қосуға болады. Мен мысалға ең біріншінде Ағарке Kids деп Instagram логин жазған болатымын. Мен тек қана балалар нишасымен айналысам деп ойлағанмын. Одан кейін менде бизнесім ауқымды болып, мастер-класстар сұрап кеткендіктен маған жеке бренд дамыту керек болды. Сол себептен мен бірден өзімнің логинімді өзімнің толық аты жөніммен ауыстырдым. Яғни Ағарке Есенбековна деп ауыстырып жібердім. Сол себептен сіздер де осы кезден ойланып логиндарыңызды ауыстырып алыңыздар. Никнейм таңдап болғаннан кейін бізде имя бөлімі. Имя бөлімі дегеніміз, яғни Инстаграмға адам не іздеп кіреді, соны поисковикке жазады. Мысалға, сумка алатын болса, сумка деп жазса, кім сумка сатады, соның барлығы шығады, иә? Сол себептен имя бөліміне сіз не сатасыз, немен айналысасыз, соның барлығын жазасыз, және де қай қаладан екеніңізді жазып қойыңыз керексіздер. Мысалға, сізде ДТФ сублимация плоттер болатын болса жазыңыз. ДТФ сублимация плоттер Қарағанды. Мысалға, шелкография Қызылорда, этноброш Алматы деп өзіңіздің өніміңізді и қалаңызды жазғаныңыз дұрыс. Сол кезде адам іздеген кезде бірден сіз бірінші шығатын боласыз. Одан кейін бізде ACB бөлімі. Жалпы клиент келген кезде мен саған қалай көмектесе аламын деген сұраққа жауап беруіңіз керексіз. Яғни ACB бөлімінде сіздің кім екеніңізді клиент бірден тану керек. Немен айналысатыныңызды, қалай оған көмектесе алатыныңыз сол ACB бөлімінде көрініп тұру керек. Тігінші болсаңыз, мысалға, бір айда ателье аштым деген сөз мысалға адамға бірден өтеді, иә? Одан кейін онлайн лекала, онлайн обучениеңіз болса жазыңыз. Онлайн лекала, онлайн жаңағыдай мастер-класс не бойынша өтесіз. Одан кейін жаңағыдай нөлден профиға дейін менімен бірге тігіп үйрен деген сияқты адамның назарын ұстап қалатын сөздер болу керек. Одан кейін адамды қыздырып алғаннан кейін барлығы әдемі болды, өніміңізді сатып алғысы келеді, бірақ сізде бірден прямой WhatsApp-қа өтетін сілтеме болмаса, клиентіңіз кетіп қалады. Яғни жазып болған номеріңізді клиент теріп отырмайды. Сол себептен міндетті түрде WhatsApp сілтеме қоюыңыз керек. Одан кейін сізде актуальный бөлімі. Актуальный өте маңызды. Көпшілігі актуальныйға негізі мән бермейді. Ең клиентті ұстап қалатын осы актуальный. Сіздің сторисіңіз әркетсе 24 сағат қана тұрады, ал актуальныйыңыз өмір бойы тұрады. Мысалға, өзіңіздің өткен мастер-класстарыңызды, разборларыңызды, жаңағыда жіберген доставкаларыңызды барлығын актуальныйға реттеп қойыңыз керексіз. Актуальныйдың обложкасында визуальный етіп жасап қойыңыз, бір сарынды етіп. Мультяшный қазір ешқандай трендте емес. Сол себептен шынайы түрде жасап қойғаныңыз дұрыс. Енді барлығын әдемілеп дайындап алдық. Енді біз Инстаграмның аватаркасын жасауымыз керек. Аватар яғни ең маңызды рөл атқарады. Сіздің Инстаграмыңыздың аватары өзіңіздің суретіңізбен болғаны дұрыс. Яғни белден жоғары қарай анық профиль суретіңіз болғаны дұрыс. Немесе өзіңіздің суретіңіз болмаса, бизнес аккаунт болса сізде, бизнесіңіздің логотипін қоюға болады. Бірақ логотипіңіз анық болуы керек, иә? Профиль суретіңіз тұрса, клиент кәдімгідей жинақталып, кәдімгідей нормальный сөйлеседі. Ал егерде қарапайым жай әшейін фотоңыз болса, қалай болса солай сөйлеседі деген сияқты, екеуінің арасы жер мен көктей. Сол себептен сіздің аватаркаңыз профессионалды суретпен тұру қажет. Ал енді сіздерге тапсырма, Инстаграмдарыңызды жақсылап сатылымға упаковкасын жасайсыздар. Ол үшін сіздерге төменге көмекші құрал ретінде материалдар саламын, соған қарап Инстаграмыңызды реттеп чатқа жіберетін боласыз.